Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып судың пайдасы. Польза воды. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словаре и выучи. Көмектесші, помоги. Шөлдеді, хочет пить. Суару, поливать. Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Мен бақша суардым. Сен бақша суардың. Сіз бақша суардыңыз. Ол бақша суарды. Екінші тапсырма. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Прочитайте текст. Адам бақша өсірді. Бақша шөлдеді. Адам суға. Су, сен әдемісің, тазасың, көңілдісің. Маған көмектесші деді. Су жарайды деді. Су адамға көмектесті. Су бақшаны суарды. Адам суға рахмет саған су деді. Человек растил сад. Сад хотел пить. Человек в воде. Вода, ты красивая, чистая, веселая. Помоги мне. Вода согласилась. Вода помогла человеку. Вода полила сад. Человек в воде. Спасибо тебе, вода. Үшінші тапсырма. Суретті пайдаланып жауап бер. Ответь на вопрос по картинкам. Адам не өсірді? Адам бақша өсірді. Адам жеміс өсірді. Адам көкөніс өсірді. Жидек өсірді. Төртінші тапсырма. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вставь вместо картинок слова. Адам бақша өсірді. Адам қияр, сәбіз, қызанақ, орамжапырақ, бұрыш өсірді. Бесінші тапсырма. Сөйлемдерді ретімен орналастырып оқы. Прочитай предложение, вставляя по порядку. Алтыншы тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Открой скобки. Адам бақша өсірді. Бақша шөлдеді. Су бақшаны суарды. Су адамға көмектесті. Жетінші тапсырма. Сұрақтарды пайдаланып диалог құр. Составьте диалог, используя вопросы. Су кімге көмектесті? Су адамға көмектесті. Адам не өсірді? Адам бақша өсірді. Су нені суарды? Су бақшаны суарды. Адам суға неге рахмет айтты? Су адамға көмектескені үшін. Кел жаттайық, выучи. Су тіршіліктің көзі. Су өмірдің өзі. Есте сақтайық. Запомни. Адам бақша өсірді. Бақшаны суарды. Адам суға рахмет айтты. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. До свидания. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.